Табиғат ешқашан тыныш тұрмайды. Біз айналамызға қарасақ, барлық жерде қозғалысты көреміз. Аспанда бұлттар жылжыды, өзендер ағады. Ағаш жапырақтары желмен тербеледі. Қозғалыс табиғаттың негізгі қасиеттерінің бірі. Қозғалыс дегеніміз дененің бір орыннан екінші орынға ауысуы. Егер заттың орны уақыт өткен сайын өзгерсе, онда ол қозғалыста болады. Қозғалысты көру үшін біз бақылау жасаймыз және салыстырамыз. Жануарлар үнемі қозғалыста болады. Құстар ұшады, жылқылар жүгіреді, балықтар жүзеді, ал құмырсқалар жорғалайды. Әр тіршілік иесінің өзіне тән қозғалу тәсілі бар. Қозғалыс оларға қорек табуға, жаудан қорғануға және өмір сүруге көмектеседі. Өсімдіктер қозғалмайтындай көрінеді, бірақ олар да қозғалады. Мысалы, күнбағыс күнге қарай бұрылады. Өсімдік өседі, ал жел соққанда ағаш бұтақтары тербеледі. Су да үнемі қозғалыста болады. Өзендер ағады, толқындар жағаға соғылады, жаңбыр тамшылары жерге құлайды. Жел ауаның қозғалысы. Кейде жел жай соқса, кейде қатты дауылға айналады. Біз байқамасақ та, жердің өзі де қозғалыста. Жер өз осінен айналады. Сондықтан күн мен түн ауысады. Ал жер күнді айналғандықтан жыл мезгілдері өзгереді. Қозғалыс болмаса, өмір болмас еді. Табиғаттағы барлық өзгерістер қозғалыс арқылы жүзеге асады. Сондықтан қозғалыс тіршіліктің белгісі. Табиғатты бақылап, зерттейік және қорғайық.